Байлар да жылайды. 15 бөлім. 3 күнге келдік деген қыздар бір бума қағазды құшақтап көп жүрді. Онымен қоймай маған да кесек көлденең шарт қойды. Ұлды туып бересің дейді. Ол біздің бауырымыз, ол біздің анамыздың арманы. Сонан соң мына үлкен үй мен орталықтағы екінші үлкен дәріхана сенікі. Өз көлігің ол өзіңдікі, онымен шаруамыз жоқ. Ал қалғанында сенің шаруаң болмасын. Сосын біздің әкемізді тастап кетпейсің. Сондай келісім шарт жасаймыз дейді. Әсіресе үлкен қыз өзінің тас бауыр безбүйректігін көрсетіп бақты. Негізі осы Европада өскен жастар қайырсыз келетіні рас екен. Мұндайды бұрын газет журналдардан ғана оқитынмын. Міне бүгін сол менің басыма келді. Қайтейін, менің осыған да мақұл деп бас изегеннен басқа амалым қалмады. Осылайша 3 күнде менің де, Сәкеңнің де, сондай-ақ ұлымның да тағдыры шешілді. Осыған да Аллаға шүкір деп қойдым. Бірақ осының бәрі кімнен келді? Маған сол жұмбақ болып жүрді. Өйткені үлкен қыз кеткеннен кейін Сәкеңе көңіл бөліп қарамағаным рас. Ал ел көрген, жер көрген мына қыздар әкесінің жағдайы болмай жүргенін біліп тұр. Қысқасы мен Сәкеңнің қараусыз қалғанын мойындап тындым. Сол үшін де бұл екеуі маған шарт қойды. Міне, осындайда ғана адам баласының тең-теңімен, тезек қабымен болғаны жөн екенін түсінеді екенсің. Егер де осы Сәкеңнің орнында өз теңім болар ма еді, онда менің тағдырым басқаша жазылған болар еді. Әттең, өкініштен өзегім өртенді. Сонда да сабыр, Сабира сабыр, құжаттарыңды қолыңа алғанша жақ ашпа деп шыдап жүрдім. Ал 2 дәріхананы сатқан 2 қыз Европасына қайтып ұшты. Арадан 3 күн өткенде күтпеген жерден дене қызуым көтеріліп, менде жүрек айнуы басталды. Соңғы 2 айда өзіме қарап жүрген докторды да қайтарғаным бар. Осы қызуды асқазаным деп түсінген мен бейбақ сол күні ауруханаға бара қоймадым. Қысқасы, осылайша өз бақытымды өзім басымнан ұшырдым. Кеш болса да жедел жәрдем шақырған Сәкең бармағын шайнап қалды. Ал ауруханаға түскен мен атта жатып басым салбырап дымсыз келдім. Ішімдегі бала 7 айлығында өлі туылды. Міне, осыдан соң Сәкеңмен арамыз тіпті де алшақтап кетті. Ол ішуді онан сайын үдетті. Қой деп қарсы тұруға менде шама болмады. Бұл хабарды естіген анам арқаланып ауылдан келді. Онымен де түк өзгермеді. Қысқасы, басыма қара бұлт үйірілді. Осылайша күндер зулап өтіп жатты. Күнім жақындаған сайын шетелден қоңыраулар жиілеп кетті. Енді менің барар жер, басар тауым қалмады. Болған жағдайды айтып ақталғаннан басқа ештеңе таппадым. Мұны естігенде кіші қыз еңіреп жыласа, үлкен қыз онан сайын қарын төкті. Жаңа жылда екеуі де келетіндерін айтып шүйлікті. Енді менің болашақ тағдырым қыл үстінде тұрды. Сонда ғана мен бейбақ бәйбішенікі дұрыс екенін түсіндім. Не десе де, ол да білікті маман. Қанша айтса да тыңдамадым. Тіпті жалынса да ескермедім. Міне енді докторлардың айтқаны сол бәйбішенің айтқанымен бірдей боп шықты. Мен тек қозғалмай жатып қана ұрпақ жалғай алады екенмін. Бұл маған үлкен сынақ болды. Көз жасымды көлдетіп тұрып төктім. Мына өмірге деген өкпем қара қазандай болды. Бизнес жайына қалды. Осылайша мең-зең күйде жүріп арадан біраз күн өткенде емделуді ұйғардым. Өйткені жаңа жылға әлі 3 ай бар. Тағы да көтерсем деп ойладым. Көлігімді сатсам да емделемін. Маған бала керек, мен әлі жаспын дедім Сәкеңе. Сенікін сатпаймыз,
менің көлігімді сатамыз дейді ол. Қысқасы, Сәкеңнің көлігін сатып емделуге кірістім. Бірақ қайда барсам да алдымнан сол бір жауап шықты. Өз-өзіңді күтуің керек дейді. Сосын бір Алланың ғана қолында дейді. Қысқасы, бизнесті жинап тастап, Сәкеңді ертіп жолға шықтым. Әулиелерді араладым. Жалпы Қазақстан бойынша аты шыққан 7 әулиеге бардық. Сонау Түркістаннан бастап, соңында Бекет атаға да түнеп шықтым. Осы әулиелерге барғанымыздың пайдасы тиіп, қуанышым қойныма сыймады. Ең бастысы, мен тағы да көтердім. Ал Сәкең мүлдем арағын қойды. Енді біздің өміріміз қайтадан бір қалыпқа түсе бастады. Бизнесті қайта жалғастырып, үйдің берекесі қайта кірді. Кәдімгі ерлі-зайыптылардай күн кешіп жаттық. Ал қыздар келетін жаңа жыл жақындай түсті. Енді біздің 4 құбыламыз түгенделді. 2 қызды осындай сүйіншімізбен қарсы алдық. Алайда мен асыға күткен арман тағы да аяқсыз қалды. Жұмыс дегенді қой, тіпті қалаға азық-түлікке шықпа. Бәрін папа өзі реттейді. Сен бізге бауырымызды туып бер деп шәңк еткен үлкен қыз аяғымды тұсап тастады. Міне осы сөзден соң тағы да қорқа бастадым. Негізі мен өзім де жұмысқа шықпаймын деп жүргенмін. Енді мені қайтадан ой басты. Баяғы үрей қайта туды. Бұрынғыдай бойымды қорқыныш биледі. Ішкі дүнием тағы да күйзеліске ұшырады. Бірақ бәріне де шыдап, үнсіз жүріп қыздарды шығарып салдым. Сәкең де жұмысты өз қолына алды. Алайда әйелге арқа сүйеп алған сорлы мен ойлағандай болмады. Бұл менің онан сайын жүйкемді жұқартты. Содан тағы да сол баяғы сұрақ көкейімде тұрып алды. Қызық, баланы туып бересің дейді, бізге бауырымыз керек дейді. Ол анамыздың арманы еді дейді. Сонда ғана орталықтағы үлкен дәріханамен мына үлкен үй сенікі дейді. Бұл қалай сонда? Балалы болмасам маған ештеңе бұйырмай ма? Бұлардың не ойлағаны бар? Демек, мыналарға менің балам ғана керек. Өзімнің бар жоғым көктейін болғаны. Міне, бұл менің ойым. Ал көксегенім басқа менің. Қарап жатпай күресу керек. Я, жақсы адвокат тауып алып күресу керек. Ондай адвокатты мен тауып та қойғанмын. Номерін тердім. Алло, адвокат Нашарбаев па екен бұл? Иә, тап өзі. Айта беріңіз, тыңдап тұрмын дейді. Өз ойымды жіпке тізіп айта бастадым. Көп тыңдай қойған жоқ. Маған бейтаныс бір мекен жайды айта салды. Сонда келіңіз дейді. Қандай құжаттар бар, бәрін әкеліңіз дейді. Енді не дейін, мақұл деп тұтқаны тастай салдым. Рас, тастай салдым. Өйткені менің қолымда ешқандай да құжат жоқ. Тек неке қағазым ғана бар. Онан не пайда? Ішімдегі бала енді 2 айлық болды. Бірақ бұл менің сол адвокатпен сөйлескен алғашқы да соңғы да сөзім болды. Өйткені арадан ай өтпей ішімдегі бала қатып қалып 2-ші рет түсік тастадым. Жалғасы бар.